Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Бүгін құдай қаласа мына кешегі кішкене кассетадағы көшеттерді, қызанаққан көшеттерін мынандай үлкендеу циклі кассетаға ауыстырайын деп жатырмын, бекіруіп жасап. Қазір мынаны суарып алдық, дәрі сумен де. Құдай қаласа қазір бекіруіп жасауды бастап кеттік уже. Бұл цикль кассета кішкене тереңдеу болады. Кешегі неден майда кассетадан қарағанда. Енді бұл жерде бір 25 күндей, 20-25 күндей ұстаймыз. Яғни наурыз айының соңына дейін, наурыз айының соңы мен сәуір айының бас жағына дейін, құдай қаласа, осы көшетті, осы кассетада өсіріп, ары қарай полиға кететін болады. Наурыз айының соңы болмай, апрель айының, сәуір айының басы болмай, полиға шығара алмаймыз. Өйткені ауа райы суық болады бізде әлі де. Мінекей мынау уже лоджин деген сорт, голландиянка. Кішкене бой өсіп кетті енді. Өйткені мынау тығыз болып есептеледі. Біз бұның ішінде қазір 20 күннен аса уақыт ұстадым. Бірінші қағазға туалетный бумаға өндіріп алдым да, екі құлақ қып шығарып алып, сосын осы неге кассетаға бекіруіп жасап қойған болатын. Алдындағы видеоларымды көрген болсаңыздар, білесіздер деп ойлаймын. Бұл 105-тік кассета, осыдан бір 20 күннен қанша, 20 күннен аса уақыт ұстадым. Енді осыны, құдай қаласа, мынандай цикль кассетаға қондырып жатырмық. Оңай істеуі. Осыны тесіп аламыз. Мен мынандай тесікпен тесіп беріп отырмын. Капельный ненің соединитель. Осы тесіп аламыз да, и осылай тығып кете береміз. Өте оңай. Тығып кете береді. Енді мынау талдың астындағы құнарлы топырақ деп айтып едім алдындағы видеоларда. Осыдан кішкене шөп шалаң шығады, бірақ ештеңе алмайды, қатты шықпайды. Бір-екі рет шөбін жуып тазаласаңыздар, тап-таза болып шыға келеді. Мінекей өстіп бекіруіп жасай бересіздер. Сосын ертең бұны осы полиға кететін боламыз. И ары қарай, құдай қаласа, өзінің постоянно жеріне қондыратын боламыз. Оған дейін мынаның ішін бәрін толықтай тамырлап, бойы да өсіп, дайын болып қояды. 20-25 күннің ішінде, құдай қаласа.